Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын осындай картошкадан пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына оларыңызды сұраймын. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, осындай шелпектің ашытқысы жасалатын шелпектің рецептісі бар. Кіріп қарап көріңіздер. Мен ыдысымызға електен өткізіп алған ұнды салып, үстіне жылы су қосып, қалаған түрлі ашытқымызды, құрғақ ашытқыны қосып, 10 минутқа көтерілуге қойып қоямын. Сіздер бөлек ыдысқа апара жасауларыңызға болады. Енді апара көтерілгеннен кейін үстіне сұйық майды, тұзды, қантты салып, қамырымызға жылы су қосып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды жылы сумен илейміз, өйткені қамырымыз тез көтерілу үшін жылы су міндетті болады. Сол себепті қамырымызды жақсылап әдемі жұмсақ етіп илеп қоямыз. Міне біздің қамырымыз дәл осылай иленді. Енді бетін жауып, шай үшін үй температурасына қойып қоямыз. Сыртынан ештеңке жаппайсыздар, өзі-ақ көтеріліп тұрады. Міне біздің қамырымыз ашыды, көтерілді. Енді астауын сеуіп, дөңгелекшелерге бөліп аламыз. Қамырларымызды дөңгелекше етіп алдым. Енді кішкене көтерілу керек. Қамырларымызды 10 дана пирожки шығады менде. Дәл осылай дөңгелекше қылып алдым. Алдын ала картошка және асқабақты қайнатып, дәл осындай пюре жасап алдым. Ішіне қара бұрыш және дәміне қарай тұз салып алдым. Пюреміз дайындап алдым. Енді осы қамырларымызды дөңгелекше етіп, осы алдын ала дайындап алған картошка мен асқабақ пюресін дәл осы ортасына қосып, жақсылап пирожкилерімізді бүгіп шығамыз. Міне барлық қамырларымызға салып дайындап алдым. Енді бетін жауып, кішкене 10 минутқа майымыз қызығанша қойып аламыз. Енді майымыз қызарғаннан кейін пирожкилерімізді дәл осылай қатты үлкейтпей, кішкене қолымызбен жайып жіберіп, пирожкилердің бәрін қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Май бір қызарып алғаннан кейін міндетті түрде астын жай етіп қоямыз. Өйткені пирожкидің ішін толықтай пісу үшін жай отта піскені дұрыс, көтеріліп, өз несінде әдемі болып көтеріліп піседі. Сол себепті жай отқа қойып пирожкилеріміздің барлығын пісіріп аламыз. Міне біздің пирожкилердің келесі бетіне аударып, барлығын дәл осылай етіп қызарғанша пісіріп аламыз. Қып-қызыл етіп пісіріп аламын мен. Дәл осылай видеодағыдай пісіріп алсаңыздар, іші өте әдемі болып, әлі толықтай пісетін болады. Пісіп тұрған пирожкилерімізді салфеткаға жақсылап майын түсіріп алып, салфеткаға жайғастырып шығамыз. Міне біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Мен өзім қазіргі таңда қолданып жүрген рецепттердің бірі. Видеом соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себепті менің алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар, достар. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, неше түрлі тәттілер мен тағамдардың, торттардың, декорлардың рецептісін таба аласыздар, достар. Мені жоғалтып алмас үшін YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.